Жұлдыз жорамал. Армысыздар, Жұлдыз жорамал арнасының көрермендері. Назарларыңызға астролог мамандардың қараша айына сіздерге арнап жасаған жұлдыз жорамалын ұсынамыз. Неден сақтанып, нені баста назарда ұстанған жөн? Астролог мамандардың болжамынан назар аударыңыздар. Тоқтылар қараша айында тың идеяларды, жоспарларыңызды қайта қарастырасыз. Жақында бастан өткен тәжірибе жаңа шығармашылық міндеттерге түрткі болады. Айналаңыздағы адамдардың сөзіне, ісіне ерекше назар аударып, оған мұқият болыңыз. Қойылған сұрақтарды түйсігіңізбен түсінсеңіз, ол шешім қабылдауға белсенді рөл атқарады. Өзіңізге құлақ түрсеңіз, уақыт пен күшіңізді үнемдеп және оң көңіл күйде бола аласыз. Үйдегі тіршілік үнемі қайнап тұрады. Сонымен бірге сіздің өміріңізде пайда болған жаңа досыңыздың арқасында бір қатар өзгерістер болуы мүмкін. Қаржылық аспект шығындарға қарамастан жағымды болады. Жалпы алғанда өмірдің материалдық жағы бір тәртіпте, оған егде тартқан туысыңыздың сәтті әрекеттері себін тигізеді. Салтанатты шараға қатысуыңыз ықтимал. Торпақтар қараша айында дауларға қатысып, қарым-қатынасты реттеу арқылы өзіне зиян тигізуі мүмкін. Әсіресе егер тақырып өзіне тікелей қатысты болмаса. Осы айда басқа адамдар сізді өз мүддесіне пайдалануға тырысады. Үнемі біреу сізді өз жағына тартуға тырысады. Небір идея айтып сендіреді және сіздің мойныңызға өз жоспарын жүктеп қоюы мүмкін. Егер пайдасы болмаса, кез келген жобадан бас тартуға болады. Белсенді әрекетке көшіңіз, өзіңізді кәсіби маман ретінде көрсететін кез келді. Жұмыста ынтымақтастықта таңдау туады. Материалдық қызығушылыққа сүйене отырып, сіз бизнес саласында көп нәрсеге қол жеткізе аласыз. Мүмкін болатын сапарлар, отбасылық дәстүрлер шеңберінде саяхат болуы мүмкін. Өз қолыңызбен біраз шаруа тындырасыз. Үй сатып алуыңыз мүмкін. Егіздер қараша айында, егер олар айналасындағы жағымсыз сөздер мен әрекеттерге елеңдемей, көңіл аудармаса, сонда жұрт алдында абыройын сақтап қалады. Бұл келіспеушілік кезеңі, алдыңғы міндеттерден кету, жоспарлар мен мақсаттарға шолу жасайтын ай. Сондай-ақ қарым-қатынасты салқындату, аралас-құралас адамдарын өзгерту кезеңі. Көбісінің жағдайы кәсіби қызметтегі өзгерістермен байланысты болмақ. Ал кейбіреулеріне қарашаның басты оқиғасы серіктеспен қарым-қатынастың толық бұзылуы болады. Жалғыздық жаңа идеяларға, іс-әрекеттерді дұрыс таңдауға және шығармашылық міндеттерді жүйелі алға жылжытуға ықпал етеді. Қаржылық тұрғыдан тәуекелге бел бууға талпынсаңыз, ақша жасау тәсілі де барлық әрекетінің басты мақсаты болады. Жеке өміріңізді мұқият жасырыңыз. Қатынаста үшінші адам пайда болуы мүмкін. Шаяндар қараша айында басқалардың іс-әрекеттерін мұқият бақылайтын болады. Біреудің ісінен көңіліңіз қалуы мүмкін. Дегенмен болашаққа деген сеніміңізге ол әсер етпейді. Сіздің бойыңыздан біреу қызықты серіктес, ақылды құрдас, сенімді дос көреді. Жұмыс кәсіби байланыстар басты орында болады. Қараша айында іс-шаралар күшейіп, жұмыс көлемінің ұлғаюы мүмкін. Ынтымақтастықпен басқалармен кәсіби тәжірибе алмасуға қызығушылық танытасыз. Өз жоспарларыңыз туралы ешкімге тіс жармайсыз. Басқалардан бөлек жүргеніңізді байқағандардың сізге деген ықылас артады. Өмірдің материалдық жағы бар күшіңізді салғанда ғана жақсарады. Ал арыстандар қараша айында кез келген кішігірім жағдайда өзіне және өзінің жоспарларына пайда көре алады. Бейтаныс адамдармен жиі қарым-қатынас жасайды, ерекше жағдайда болады. Бұл тәжірибе жинақтаудың жақсы тәсілі болмақ. Оны шебер қолданады. Кәсіби тұрғыда тұрақтылық пен болжамдылық кезеңі басталады. Жаңа одақтастар болады. Жалпы жағдай айтарлықтай жетістікке жетелейді. Кәсіби мүмкіндіктерді дамыту, оқыту және кеңейтуге жақсы кезең. Сіздің қазіргі қызметіңізге тіпті қарамайтын адамдар көмектеседі. Оны кездейсоқ адамдар деп айта аласыз. Жұлдыздар тек еске салатыны ризашылықты ұмытпаңыз. Сізді үнемі қозғалыс, саяхаттау немесе ұзақ мерзімді демалу идеясы қызықтырады. Сезім жағынан аздап толғанасыз. Бикештер қараша айында достар мен әріптестерінің арасында ең жолы болғыш белгі болады. Сіз көпшіліктің назарында боласыз, сондықтан кейбір жоспарларыңызды, ниеттеріңізді жасыруға мәжбүр боласыз. Қызғаныш, көре алмаушылық өсек естіп өзіңізді жаман сезінесіз, сол себепті жалғыз болудан сайсыз. Сенімді орта, жайбарақат әңгімелесуге мұқтаж боласыз. Көпшілікке естірмей сөйлеу мүмкіндігі сізге маңызды болады. Қуаныш әкелетін белгілі бір әрекеттерді бастауға бұрынғы дағды, тәжірибені қолдау қажеттілігі туады. Отбасының кіші мүшелеріне қамқорлық жасау бүгінгі өміріңіздің негізгі мәдени бағдарламасына айналады. Қазір бастысы кез келген нәрсені жайбарақат тәртіппен істеу. Қаржы жағы қолайлы, ресми кеңселерге бару, құжаттарға қол қою, құжат алу мүмкіндігі күтілуде. Дәрігер
Дәрігерге барып қаралғаныңыз артық болмайды. Туыстарыңызбен және достарыңызбен кездесулер сізге аздап ауыртпалық түсіреді. Таразылар қараша айында кезінде басынан өткен бір жайт тағы қайталанғанда кейде болады. Қызметте бір қатар жақсы өзгерістер болады. Вагон тағатындар бір құрылымды басқарады, заң аясында жұмыс істейді, қызметін өсіреді. Басқаларына қараша айы материалдық жағдайын жақсартуға мүмкіндік береді. Іскерлік қатынастарын нығайтады. Бұл ай диплом алуға, білім алуға қолайлы, жұмыс ауыстыруға да қолайлы. Салтанатты шараға қатысуы мүмкін, сыйлық алады. Көбісінің жеке өмірінде елеулі өзгерістер орын алады. Мұрагерлікке ие болуы да ықтимал. Кейбіреулері ата-ана атанады. Саршаяндар қараша айында билеуші планеталардың әсерін сезінетін болады. Ішкі дүниесімен жұмысын жалғастырады. Көп жағдайда сіз не болып жатқанын және бүгінгі оқиғалардағы рөліңізді басқаша көре бастайсыз. Қараша сізге кәсіби лауазымдардың бостандығын, тәуелсіздігі мен тұрақтылығын сезінуге мүмкіндік береді. Іскерлік немесе шығармашылық салаға қатысты қызықты таныс жоққа шығарылмайды. Ортақ мақсат пен іс-қимыл бағдарламасының сәйкес келуі негізінде қызықты ынтымақтастық болуы мүмкін. Осы айдағы сапарлар сәтті нәтижелі болады, ал қаржы жағы қатал бақылауда. Мергендер қараша айында белгілі бір нәтижеге жетуде, оның ішінде ақшалай нәтижеге жетуге назар аударыңыз. Өз әрекеттеріңіздің дұрыс екеніне сенімді боласыз. Сіздің қазіргі жағдайыңыздың шынайы көрінісін ешкім ешқашан білмейді. Өйткені жоспарларыңызды жиі өзгерте бастайсыз. Өмір сүру жағдайын өзгерту идеясы сізді тағы да қуантады. Көбісіне бұл ай материалдық жағынан қолайлы, келіссөздер, іскерлік байланыс күтіледі. Адамдар арасында, оның ішінде мерекелік шараларда жиі боласыз. Сізге ризашылық пен таңдану сөздері жиі айтылады. Тартымды боласыз. Көбісі сізбен жақын сөйлескісі келеді. Тауешкілер қараша айында бәрін сыртынан бақылап өте ұстамды болады. Осы кезеңде қиын шешім қабылдап таңдау жасау керек. Сізге жоспарланған сапардан бұрынғы әлеуметтік шеңберден бас тарту керек болуы мүмкін. Назарыңыз сіздің жеке өмірге, тұрмысқа, жақын туыстармен қарым-қатынасқа ауысады. Көбіне тыныштық сізге мүлдем сәйкес келмейтін болып көрінеді. Кәсіби белсенділік және жағдайды бақылауда ұстау қажеттілігі көп ұзамай маңызды жеңістерге әкеледі. Алайда денсаулықты естен шығармаңыз, дәрігерге тексеріліп аурудың алдын алу шаралары қажет. Сізді түсінетін адамдармен араласудан қуаныш табасыз. Су құйғыштар қараша айында жаңалық ашуды, бастама көтеруші болудан бас тартады. Бірақ екінші жағынан басқа адамдардың даму мүмкіндіктерін өте жақсы қолдана алады. Осы кезеңде біреу іске асырған жобаларда сәттілікке жетесіз. Сіздің сөзіңіз өтімді және сенім тудыра аласыз. Өткен оқиғалар сіздің сезіміңізді оятады. Енді бұрынғы тәжірибеге және жаңа идеяларға сене отырып, қайтадан әрекет етуге дайынсыз. Серіктестерге керемет қолдау көрсетіп, пікірлестерге сенімді серіктес боласыз. Бұрынғы сыныптас, көрші немесе ескі ғашығыңыз өзін еске түсіреді. Адамдар сізбен кездесуде өз мүддесін көздейді. Осы күндердегі байланыстарға назар аударыңыз. Қаржылық жағдайды жақсартуға керемет мүмкіндік бар. Бірақ сонымен бірге ақшаны жоғалту қаупі де бар. Мерекені осы қарашада қолға түсіресіз, арманыңыз орындалады. Балықтар қараша айында жақында өзіне үлкен өзгерістер уәде еткен, үміт берген уақыт аңсайды. Кейде сәттілікті уыстан шығарып алғандай күй кешіп, өзіңізді бақытсыз сезінуіңіз мүмкін. Бірақ көп ұзамай жағдай өзгереді және сіз тағы да шабытқа бөленесіз. Жақында танысқан белгілі бір адам сізді іздеп қызығушылық тудырады. Ынтымақтастық туралы ұсыныс жасау ықтимал. Қарашада белгілі серіктеспен жұмыс туралы келіссөз жүргізесіз. Құжаттарға қол қоюы мүмкін. Жылжымайтын мүлікпен мәміле жасау мүмкіндігі сәтті жүреді. Бұл ай күрделі, ұзақ мерзімді тақырыптың соңғы сатысы болады. Егде жастағы туысыңызбен қақтығысқа жол бермеңіз. Жеке қызығушылық аясында бірнеше сапар бар. Қараша айына арналған жұлдыз жорамалы осындай. З жұлдыз жорамалы арнасына жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Жұлдыздарыңыз оңынан тусын. Жұлдыз жорамал. Жұлдыз жорамал.